Как? О. Трибуну притащили. И вон трансляция экрана идет. У нас не было этого. Никак не могли. У нас куча информатиков, никто не может толком сделать. Да, слышно? Да, слышим. Видно презентацию? Видим девушку за трибуной. А презентацию? Да, видно. Что-нибудь дать, я пойду в свой кабинет. Зерттеуші. Бүгінгі авторлық бағдарламаның тақырыбы қазақ тілі грамматикасы. Бағдарламаның мақсаты оқушының жас ерекшелігін ескере отырып, қазақ тіліне түрлі логикалық тапсырмалар беру арқылы білімнің беріктігін қамтамасыз ету, баланың шығармашылық қабілетін дамыту, интеллектуалдық деңгейін арттыру, қазақ тілінде еркін сөйлеуге үйрету, қазақ тілі грамматикасы оқушылардың білім деңгейін арттырып қана қоймай, буду участник этой конференции я и школа Назарбекова. Басында мәтіндегі сөйлемдердің мағынасын сақтай отырып, басқаша құрастырып, шығармашылық ойын дамыту. Там группа... я же вам ссылку скину, я же... Және білім дағдыларын қалыптастыру. Оқушының пәнге деген... По этой ссылке подсоединяйтесь, я кинула ссылку. Ребята, я ссылку кинула, подсоединяйтесь туда. В группу аттестация. Бастаушының оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту, болашаққа кез келген қиындықтармен күресуге, жаңа шешімдер табуға үйрету. Они тоже так же. Все. А? Нас, Марина Леонидовна, у нас очень жарко. Каждый... У нас тоже очень жарко, у нас под 60, наверное. Да, у вас... Даже кондиционеры не справляются, очень жарко. Ну давайте, девочки, удачи. Она это художественный труд. Где же Жанара Алимбекова? Ее ж не эти. Гамма делала презентацию. Бұл қазір қолдау бағдарламасы жаңа талымда практикалық бағдарлама бірінші бұл бағдарлама жаңағы бағдарламасында дамытуға болатын. Қазіргі таңда өте актуалды бағдарлама болып табылады. Соның ішінде 85% архитектор, инженер, дизайнерлердің жұмысын, яғни бизнес алға бастап отырған өте өзекті бағдарлама болып табылады. Бұл бағдарламаның негізгі ерекшелігі мектеп бағдарламасында оқушыларға жастар мектептерінде байланыстыру түсіндіру және ол бағдарламамен үйрене отырып түсіндірме жұмыстар оқушыларға түсіндіру жерде зертханалық жұмысты түсіндіру болып табылады. Шымкент қаласы Абдраш Назарбеков атындағы университеті жалпы білім беретін лицейінің биология пәні мұғалімі Даубаева Динара Талғатқызы мұғалім. Тақырыптарынша 4 сұрағы бар.
ұсынған әдістемелік нұсқаулығы мен биология пәнін оқыту әдістемесі. Әдістемелік нұсқаулықта биология пәнін оқыту әдістемесі мен ағылшын тілінде сабақ беру арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылық арттыру, үш тілді білім беру бағдарламасына негізде үш тілді арттыру, болашақ әлемге білім беру, елдің жоғары білімді азаматтарын тәрбиелеу, саналы білім беру және рухани қазынасын әлемнің үздік идеяларын көтеру мәселесі қарастырылған. Әдістемелік нұсқаулықта биология сабағында сәйкестендіру, сосын мәтіндік жұмыстар, сұрақ жауаптар жинағы бар және ағылшын тілі мен үш тілділіктің полиглоты бар. Қорытынды келе жатқыстану математика бағытында пәндердің тілдер кіріктіре үдерісінің сапасын жоғарылатып қана қоймайды. Сонымен қатар мектептегі білім берудің маңызы міндетті оқушылардың пәнаралық байланыс негізінде ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселесі шешуді кездеседі. Сондай-ақ біз екінші тілді меңгеруге оқыту және кезінен қадам басып отырып, бірнеше жыл бойы жүргізілген зерттеулер нәтижесінде клин әдісін ұсынды тұстарын мұғалімдер ғана емес, оқушылар, ата-аналар да және екінші тілді білу, осы көптілділік, ағылшын орыс тілі әдістер қосылған бұл тақшыда. Рахмет. Ребята, там авторская программа, она лежит в сайте шапки. Отсканируй. Все. Николаю Бугаеву. Спасибо. Не разговаривай. Не разговаривай. Ждем демонстрацию экрана. Видно? Доставил, куда есть одежда? Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Мен Шымкент қаласы нөмірі 87 Жамбыл назар Жөрдегі бас тақырып кеткен мысықтары түнгі оқударындар арқылы оқушылардың әдебиет ғылымдардан алған білімдерін жеткізіп отырып, тіл байлықтарын өз ойларына тәсілдеп, ата-аналы әрі көркем жеткізу дағдыларын дамыту. Өз ойын сауатты жетістіктерге жеткізу, оқу сауаттылығын дамыту, оқуға деген қызығушылығын арттыру, оқушылардың білімге деген құштарлығын, еңбексүйгіштігін арттыру. Енді бұл жерде менде басты міндетіміз бұл жерде балалардың жүрегіне іздеп бардық ұшқын жағу.
Оқушылардың табиғат қоғам өмір адамдардың еңбек қызметі алғындерін байыту, келу дағдыларын жетілдіру, оқуға деген қызығушылығын ояту, қызықты танымдықтарын күшейту, бастаушылық оқушылардың шеңберін оны жақсы өте оқшылайту, зейінін жете сақтау қабілетін байқағыштығын шығармашылық қабілетін дамыту, көркем педагогикалық танымдық мәтіндерді олардың ерекшеліктеріне қарай қабылдауды қамтамасыз ету, оқу және балалар кітаптарымен жұмыс істеуге үйрету, ұлттық сана сезімді тәрбиелеу. Енді білім нәтиже көрсетеді. Сауалды дағдылары қалыптасады, мәтіндері ажыратылмасын түсініп, қалай алуға машықтанады, тіл байлығы жетіледі, өзінің мақсаттылығы дамиды, өзге пәндерді меңгеру дағдылары арттырмайды. Шығармашылық тапсырмаларды жүргізеді. Және енді білім сапасын арттыруға тиімді мақсатқа жету үшін сабағымызға неше түрлі әдіс тәсілдерді қолданамыз. Соның бірі мына жерде поэма өздеріңіз жазды. Болжау, призм, осы сияқты 5 жыл көлемінде тұжырым кесіп отыру сияқты біздер қолданатын әдіс тәсілдер өте көп. Мына жерде ТМЖ сабақта берілген біздің жетістігіміз оқушылардың көрсеткен пациенттеріміз жалпы Усмех, Сәлеметсіздер, әріптестер, басшыларыңызға. Мен номер 87 жалпы орта білім беретін мектептің бастаушысының мұғалімі, көпек мұғалімі, менің бастаушының оқушыларының оқу дағдыларын қалыптастыру, мақсат қалыптастыру арқылы олардың оқу белсенділігін, мәтінді түсіну және қолдау қабілетін арттыру, шығармашылық ойлауын дамыту және оқу процесіне деген қызығушылығын ояту. Бағдарламаның міндеттері оқушылардың оқу дағдыларын дұрыс оқу, мәнерлеп оқу, оқу жылдамдығын арттыруын қалыптастыру, оқушылардың мағыналық оқу қабілетін дамыту, мәтіннің негізгі ойын түсіну және нақты сұрақтарға жауап беру дағдыларын қалыптастыру, шығармашылық оқу арқылы оқушылардың тіл байлығын арттыру және өзін-өзі шығармашылық тұрғыдан көрсетуге мүмкіндік беру, оқушылардың оқу үдерісінде деген қызығушылығын арттыру үшін тиімді және қызықты әдіс тәсілдер қолдану, оқушылардың сыни ойлауын дамыту, мәтіндермен жұмыс жасай отырып логикалық ой қорыту қабілетін арттыру. Оқу жұмыстарын жеке жұптық және топтық жұмыстар түрінде ұйымдастыру арқылы балалардың әлеуметтік дағдыларын дамыту, оқушылардың оқу нәтижелерін тұрақты түрде бағалау және өздерінің оқу жетістіктерін талдай білу дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі бұл бағдарламаның өзектілігі бүгінгі білім беру жүйесінде оқушылардың оқу дағдыларын дамыту мәселелерінің маңыздылығын мен тығыз байланысты. Оқу дағдыларын қалыптастыру қазіргі білім беру реформаларының негізгі бағыттарының бірі. Бағдарламаның бүгінгі таңда білім беру процесінде оқушылардың тек оқу дағдыларын ғана емес, оның шығармашылық және әлеуметтік дағдыларын дамыту да үлкен маңызға ие. Қорытынды. Бастаушының оқушылардың оқу дағдыларын дамыту қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі. Мұғалімнің міндеті әр оқушының қызығушылығын оятып, заманауи әдістерді дұрыс таңдап, сабақта тиімді қолдану. Осылайша болашаққа нық қадам басатын білімді, бәсекеге қабілетті және өмірге бейімді тұлғаларды тәрбиелеуге болады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Мен зерттеушінің қайта педагогпын.
Olmaydı. Nasıl olmaydı? Her kumaşlarınız var. Şimdi olsa da kısa bir yapılan bir sesi gibi problemlerimiz değil. Sadece paylaşımlar. Bağdarlamanın maksatları, okuşlanmış anlaşılmış sinirli olanlardan, dünya yollarımızda bağlantılı kabul edilecek. Ben mazlum kalı yeni yaratıcıyla çeşitli kabulünden yapılmış. Bu aktarlar sebebi bölümde bağdarlamış altında okuşlanmış anlaşılmış yolculukları söylediği alanlardan bu var. Sinir şanlısı kabul edilecek dünya yollarımızda bağlantılı ben mazlum kalı yeni yaratıcılar da sağlıklı şekilde olan rengirimizin. Evet, ısmarlamak bağlı. İlk bölümde önce bölümde cenneşler açılıp negzeri. Jadi aparat komunikasi teknologisi, sınıf teknologisi, şekilli teknologisi, özgür tanıtım teknologisi, toplum teknologisi atılımları. 7. bölüm, sınıf uygulamaları hakkında kalan bu jadi dengeli sağlık teknologisi, problem analizi teknologisi, merkezi teknologisi, yani intervensiya teknoloji. 3. zirtliyor yani merkezi takımlar 3. bölümde sağlık şirket hem pedagojik teknoloji, özgür tanıtım teknolojisi, yani intervensiya teknoloji kullanan. 4. bölümde şartlaştırma uygulamalar ve kurumda şirket takımdan alalım. Bu cümle okuşların okuyucu eksikleri bağlayız. Türkiye ve Rumlar. Bu nasıl olsa bitkinin gibi. Bağlama oluşturuyor taraftar. Bilgisayarın arkasına bir saatten senin kullandığı Amaçlarına boyun bırakılırsa şimdi bazıları sebebi ayrılma. Yeniden arka planlarına bakılırsa başka buluşlar boyu kaldırıyorlar. Bu başkalaşım buluşlarına boyunun geliştirdiklerine bağlı. Başkalaşım buluşlarına jat erişiklerine karar, uların alnında kezenleri. Örneğin beyneli uygulamlardan söyleyip uygulamlardan sintimetrimde namlu komunikasyon kullanılan bundan başkalaşımlarda oluşan uygulamlardan kalkıntılı için anında başkalaşım oluşan uygulamlar bölümü var. Bu vizyeli uygulamlar damgaladı. Başkalaşım uygulamlar damga oturup amal tasdikleri arkalı bu uygulamlar kabiliyetinin ümmetleri paylaşıldı. Ümmetleri paylaşıldı. Oyunun damla bu farklı. Oyunun avantajları, onun kayın uygulaması, İngilizce, dedikçe, başka kullanım, akılda bağlantılı bunlar usul atanımının işini çalışmak. Жүйелерінде өзара сабақтастырып арттырылса, балалардың жас ерекшеліктеріне меніңше жастағы оқушылар кезеңіндегі психология ерекшеліктері ұлттық психология негізделіп ойы мен тілін дамытуда осы зерттеп біле алады. Nasıl? Нет, подряд играла. Мои покрытия. Olmazsa katılacak sizler şimdi olasılıkla dışarı zannet bakımından üniversitede çok orta emeklerin matematiklerden muayene. Çok iyi bir gözlemci çevirişi pedagog zevkli mümkün. Bugün hatta etkili kuramın tahmini var.
математика сабағында істем есептер арқылы оқушылардың техникалық сауатын дамыту. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың математика сабақтарында істем есептердің арқылы оқушылардың техникалық сауатын арттыру. Техникалық сауатын қалыптастыру оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, сауатты оқушы қалыптастыру. Логикалық ойлау қабілеттерін дамытудың үйлесімді жолдарын түсіну. Әрбір оқушы қарастырған есептерді оқушының ойлау қабілетіне, санасына, ықпал етуіне, көпшілікпен ақылдаса отырып, ортақ шешім шығаруды қалыптастыру. Әр сабақ барысында өздерінің шығарған есептерін шығару жолдарын өздеріне талдата отырып, оқушылардың көзқарасын, ойлау дағдысын, ортақ шешім қабылдау, ортақ шешімге келуді дағдыландыру. Оқушылардың әсершіліктері мен мінез құлықтарына баса назар аударып, көптеген кедергілерді жеңуге болады. Әр сабақты қызықты етіп, ертеңгі сабағына асыға келуге ықпал ететіндей етіп, сабақтарды үйлендіріп, әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану, ол әрбір мұғалімнің міндеті деп есептейміз. Ол үшін сабақты әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың ой өрісін оқушылармен санасып, есептерді тиімді жолдармен қызығушылығын арттыру арқылы теориялық білімдерді қалыптастыру. Теориялық білім оқушының ең басты назарында керек. Назарларыңызға рахмет. Бывает слушай. Главное, не так бояться. Нет, категорияны зерттеуші, стажын көздеуші. Менің авторлық математикалық сауаттылық және ой дамыту мақсаты оқушылардың танымдық қызығушылығы мен ақыл-ой деңгейін қалыптастыру. Оқушылардың игерген білімдерін күнделікті өмірде пайдалана отырып, жеке тұлға ретінде қалыптастыру. Алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана білу және үйрету. Міндеті оқушылардың өз бетінше іздену әрекеттерін қалыптастыру, есте сақтау арқылы логикалық ойын дамыту. Келетін нәтиже оқушылардың танымдық қабілеттерін есте сақтау, ойлау, дамыту оқу процесінде маңызды орын алады. Оқушылардың оқуға деген қызығушылықтары мен белсенділіктерін арттыру. Или НЗП, или физика. Информатика. Шымкент қаласы 87 жыл орта мектебінің институттың пәнінің мұғалімі Солай Бекмырза Балабек санатының педагог сарапшы зерттеушіге өтейтін жағдайды қоятын. Менің аттымыз бағдарламам дене тәрбиесінің пәнінің оқытудың тиімді әдістері, ұлттық спорт ойындарын үйрету. Бағдарламаның мақсаты автор бағдарлама дене тәрбиесі пәнінің оқытудың тиімді әдістері, ұлттық спорт ойындарын үйрету, оқу құралы оқушылардың ұлттық спорт ойындарын дене тәрбиесінің белсенді айналысуға тарту, салауатты өмір салтын қалыптастыру және қазақ халқының мәдени мұрасын бойынша сіңіруге бағытталған. Ұлттық ойындар тек қана спорт емес,
ұлттың рухани құндылығы, оқушылардың ұлттық спорт ойындарына үйрету арқылы дене шынықтыру қабілетін дамыту, ұлттық құндылықтарды дарыту, насихаттау. Бағдарлама соңында оқушылардың ұлттық ойын түрлерін меңгеріп, дене дайындығын арттырып, ұлттық сана сезімі дамиды. Командалық жауапкершілік, төзімділік пен көшбасшылық қабілеттілігін қалыптастырады. Молодец. This slide, Ahmedov. Давайте слайд панel. Шымкент қаласының мемлекеттік ашырасының жүректерінде жалпы тақырып береді. Коллективдің басшысы Димоватова, Зинагил Владимировна Тыныбаевна, педагог санатшы, ұстазым еңбекті жол. Менің бағдарламамның тақырыбы жастаушының оқушылардың потенциалды дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың жазу дағдыларын графикалық және орфографиялық сауаттылығын арттыру, әріптердің және олардың құрылыстарын құрыстары әдеби жазудың концентрациясы беріледі. Бағдарламаның міндеттері сауаттылық математикасын және оқушылардың теңдесін арқылы жазу әрекетіне дайындау. Оқушының жазу интеллектуалды есепті және тақырыпты қабылдау. Әріптердің құрылымының графикалық элементтерін дұрыс жазуға баулу, дыбыстық тазаландыру, сөздерді дұрыс жазуға үйрету, орфографиялық ережелерді меңгерту. Бағдарламаның стилердің нәтиже бағдарламадан. Бағдарламаның оқушылар Ұлттық қолөнер. Бұл жерде менің мақсатым оқушыларда шығармашылық жұмысқа тарту арқылы кандидат кабинеттерінің қызығушылығын арттыру. Белсенді Лебекова жена, это ее. одан әрі жетілдіріп түсу үшін қолөнерді бойынша қалыптасқан бәсекеге қабілетті оқытуға қалыптастыру. Tekrar anlatacak jastарды тәрбиелеу. Мұнда қолөнер тарих туралы білімдерін көркем қолөнер арқылы шығармашылық жұмыс арқылы ой өрістерін дамыту, алған білімдерін шығармашылық жұмыстармен ұштастыра білу. Негізгі күтілетін нәтиже қазіргі заманда ғылым мен білім, ақпараттық технология, техника қаншалықты қарыштап дамыған заманда қолөнердің ұлттық құндылықтарын дамытып болашақ жастардың санасына сіңіру. Сондықтан осындай өзекті мәселелердің шешімін табу, ұлттық қолөнердің түптігі тарихына үңіле отырып, оқушылардың бойында үлкен ізгі қасиеттерді дамыту арқылы жеке тұлға қалыптастыру. Мұнда күтілетін нәтиже оқушыларда еңбекпен шұғылдану арқылы өздерінің еңбегін бағалай білуге және ұлттық қолөнерді заманауи талапқа сай жаңғыртып
Өмірде сонда пайдалана білу. Одан сақ. Он минут уақыт қалды abi. Sizin dışarıları başlayınız. Benim kafamın tamam göber olduğunda kısa zamanda erkeğin sürücün almıyorsun. Ne diyor? Bir bağda bu. Bu çocukların tamam göber olduğunda bağısında eski bağlarının ardından hazır zamanda erkeğiyle kaplı. Müzikleri aslında eski bağlarının meselesi geçirken kalsa Abdülhaşmatları yapılan sizin gibi şartlarda türün ülkeleri demek ben muhalifim savunduğum şeyler. Şimdi motivasyon böyle yaşa. Natılı bağlamaların takrarı bugün ben burada olmuşlardan ama şimdi bir şebelikleri dışında var isterim. Adanamanın özetleri sosyal medyatlardan oluşturulmuş bir tartışmalaştığı faaliyetlerin artırı әдістемесі бойынша заманауи IT көркем еңбектер мен техникалық құралдарды қолдану жолында авторлық бағдарламаның міндеті көркем еңбек пәнін оқытуда оқушылардың техникалық шығармашылық қабілеттерін арттыру, әдістемесі бойынша заманауи IT көркем еңбектер мен техникалық құралдарды қолдану жайлы теориялық әрекеттік мәліметтерді де қамту болып табылады. Авторлық бағдарламаның мақсаты көркем еңбек пәнін оқытуда оқушылардың техникалық шығармашылық қабілеттерін арттыру әдістемесін жасау. Авторлық бағдарламамыздың негізгі 34 сағатта есептелінген лекциямыз 12 сағат, семинар сағат 10 сағат, практикалық сағат отырады. Алда қойып тыңдағандар. Быстро говорит. İçinde kalası ömürsüzlüğe çıkalım. Sana bir Так, у меня один остался. Один остался. У меня Максаты выше. Okuşlarda kızılmışlıkların biyetlerinden de oldu. Duvarlar verilme mağazada. Bugün bir sabahında hukuk terbiye verildi. Mendilde can kullanılan ciddi kullanım kalkasını bulmaktan жаңа технология бойынша әдістемелік жүйенің басты бөлігі сәндік қолданбалы өнерді бүкіл еңбек сабағында қолдана білу болып табылады.
Жұмыстар арқылы оқушылардың кәсіби қызығушылықтары мен дағдыларын дамыту, оларда болашақ еңбек нарығына дайындау, қазіргі заманғы білім беру жүйесіндегі басты мақсаттарды қажет. Әдістемелік нұсқаулықта көркем еңбек пәнін оқытуда ғылыми ілгерілетуде инновациялық әдіс, көркем еңбек пәнін оқытуда оқу мен оқытуда ілгерілетуде инновациялық әдіс тәсілдерді қолдану технологиясы жайлы әдістемелік көмірге ұсынылған. Сұрағандарыңызға рахмет. Слушаем вас, слушаем. Просто уже сиденье болит. Мы стоя будем слушать. Шығармашылық желісімен керек. Сонда да, сондықтан да әрбір оқушының қажетіне қарай білім беруді, оны егістікте, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен жасалу керек. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технология беруге міндетті. Ой, молодец. Теперь я зачитаю потом. Все, да? Все, красиво так. Еще раз. Идет правильный чемпионата. Разрешите, я представлю свою работу. У меня очень коротко и ясно здесь на казахском и на русском языках. То есть моя тема — развитие читательской грамотности на уроках русского языка и литературы. То есть қазақша айтатын болсақ, енгізу тиімділігі туралы айтатын болсақ, авторлық бағдарлама жалпы білім беру ұйымының орыс тілі мен әдебиет пәні мұғалімдеріне арналған. Оның мақсаты орыс тілін оқытуда теориялық білімді меңгерумен қатар, оны іс жүзінде қолдану үлкен рөл атқарады. Көптеген оқушылар үшін тақырыптарды түсіну оңай бола бермейді, сондықтан бұл олардың кәдімгідей қызығушылығын осы мәселесін шешу мақсатында развитие читательской грамотности на уроках русского языка и литературы атты авторлық бағдарлама әзірленген болатынбыз. Ол тіл туралы білім жүйесін түсінді, орыс тілінің негізгі бөлімдерін терең зерттеуі және де орыс тілін меңгерудің тұрақты дағдыларын қалыптастыруды және сөйлеу мәдениетін жетілдіру қамтамасыз ету үшін жасалған бағдарлама деп есептейміз. Қазіргі білім беру талаптарына сай оқушылардың танымдылығы, белсенділігін арттыру басты міндеттер екенін бәріміз білеміз. Ұсынылған бағдарлама орыс тілі пәніне деген қызығушылықты арттырып қана қоймай, ғылыми зерттеу дағдыларын жетілдіруге және практикалық білімдерін нығайтуға ықпал етеді. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, өз бетінше шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруға және қалған білімдерін өмірде қолдануға мүмкіндік беретін екеніне барлығымыз көз жеткізіп отырған болатынбыз. Сонымен қатар осы жұмысты ары қарай біз күшейтіп нығайтып жүйеге келтіретін болсақ, біздің оқушыларымыз орыс тілге деген өздерінің қызығушылығын үлкейтіп, біздің де жұмысымыз көзге көрінетін болады деп есептейміз. Сондықтан негізі айтатын дүние өте көп, бірақ қысқа
қысқа нұсқағанда қысқа айтып жатқан жайымыз бар. Сіздермен керемет жұмыс жасап жатырмыз. Әрі қарай да жұмысымызды жалғастырамыз деп сенім білдіремін, Марина апай. Осы біздің алтын көпіріміз көп рахмет ұйымдастырғаны үшін. Бізде математические знания, задач, оценки информации и принятия основных решений в повседневной жизни. Это самое главное. Спасибо за внимание. Клара Олеговна, идем. Робега что сказала, правда, видишь, правда, поменяли. Саламатсыздар ма ұстаздар? Бәріміз шаршадық. Рахмет күтіп отырғандарыңызға. Мен Шынызбаева Клара Әлібекқызы, Максим Горький мектебінің тарих пән ұстазымын. 22 жылдық стажым бар. Қазіргі санатым педагог сарапшы, өтініш берген санатым педагог зерттеуші. Менің сіздерге ұсынып отырған педагогикалық тәжірибе жалпылау тақырыбым тарих оқытуға заманауи білім беру технологиялары. Мақсаты сүйене отырып, мен келесі міндеттерді анықтадым. Бұл жұмыста тақырыптың өзектілігі, оқытудың заманауи білім беру технологиясы, өте перспективалары және оқыту әдісі ретінде оқу процесін жүзеге асырудың дәстүрлі мүмкіндіктерін әлде қайда жоғары ұсынамыз. Қазақстан дәстүр тұрмысы, оның тарихын зерттеу. Бұл жаңағы менің зерттеуімнің мақсаты болып келеді. Оқушылардың сыни ойлауын дамыту, олардың тарихи және мәдени процестерді талдау қабілеті. Курстың міндеттері: қазақ халқының дәстүрлі өмірінің негізін ұғымдары менен сипатталмаларын меңгеру. Курс негізгі бөлімнен 34 академиялық сағаттан тұрады. Оның бірінші бөлімі курсқа кіріспе жасай отырып, жаңағы апай айтқандай уақытымыз өте қысқа нұсқа болғандықтан мен сіздерге рахметімді айтамын. Екінші бөлімі дәстүрлі сабақтар менен қолөнер. Үшінші бөлім бізде қазақ отбасы, рухани және әлеуметтік мәдениет. Төртінші бөлім Қазақстан мерекелері, салт дәстүрлері және дәстүрлі өнер түрлері. Бесінші бөлім дәстүрлі өмірдің заманауи мұрасы. Алтыншы бөлім қорытынды және қорытындылау. Қазіргі тенденцияларды айту. Тыңдағандарыңызға рахмет. Все, мы закончили. Тыңдағандарыңызға рахмет, күткендеріңізге рахмет. У вас такой красивый кабинет, Айгулечка. Обалдеть, какой красивый. Вообще молодцы. И учителя. Да, такие у вас учителя дисциплинированные, прям сидят все. Спасибо вам, что вы нас выслушали. Ну, Айгуля, мы готовим протокол. Теперь смотрите, вы же у меня просили, теперь смотрите, вот это видео вы можете скомплектовать одно и забросить его на Facebook, Telegram-канал, на YouTube. Ссылки эти все сохраните, и когда будете монтировать документы для обобщения опыта, отдельно вордовский документ, эти ссылки туда поставьте. Когда аттестационная комиссия будет проверять, они будут заходить на эту ссылку и смотреть, как вы транслируете свой опыт. Замечательно, спасибо вам большое. Действительно, был обмен опытом у нас большой. Спасибо большое вам и вашим учителям. В первую очередь вам, Марина Леонидовна. Надеюсь, дальше мы продолжим с вами такой опыт. Мы вас плохо слышим. До свидания, спасибо. Еще свяжемся. До свидания. До свидания. Sağ olunuzlar. Satelit bolsun, денсаулық болсын. И көп аша болсын. Главное, денсаулық болсын. Аумин. Давай, рахмет. Рахмет. Какие у вас хорошие мальчики информатики. Дай Бог им здоровья. Где мальчик? Ой, какой красивый и молодой. Красавчик.
Спасибо. Спасибо. Личностно ориентированная. Это практика, лабораторные какие-то работы, это моделирование, работы в группах и тому подобное. Еще сразу я хочу вас познакомить, это с авторской моей программы, которую я в этом году апробировала в 11 классе, прикладной курс. Это БАДы и их влияние на организм человека. Я его зарегистрировала непосредственно сразу. Здесь вот вы видите, у меня есть и ISBN, есть, как говорится. Программа разработана на 34 часа. В результате чего этой программы дети, она не только у нас, она помогает сохранить их здоровье, но еще также она является для их профориентации. Выбор своей профессии, может быть, с фармакологией кто-то свяжет, может быть, непосредственно с химией, но самое, еще раз говорю, главная цель – это научить детей разбираться, чем отличаются БАДы от витаминов, что БАДы не являются лекарствами, ведь в настоящее время все кругом ими увлекаются. А чтобы сохранить их здоровье, мы ввели вот этот непосредственно курс. В этом году я его, еще раз говорю, апробировала. Все, спасибо, до свидания. Добрый день, коллеги. Школа Максима Горького, Туркестанская область, город Шардара. Синева Анна Николаевна, учитель физики, 35 лет стажа, подтверждаю, педагог-исследователь. Я сегодня по обобщению опыта педагогического хочу сказать, что за 5 лет я выпустила одну брошюру под названием «Личностно ориентированный подход на уроках физики как необходимое условие повышения качества образования». Вот мое произведение, так сказать. Здесь записаны самые интересные уроки, самый интересный опыт, полученный мной за 5 лет моей работы. И хочу сказать, что этот подход нацелен на самообразование, самостроительство, самореализацию личности ребенка. Естественно, это рассчитано на силы и возможности ученика, но знания, собственно, он добывает сам. Ну, это получается и, можно сказать, механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляция, самозащита. Все это срабатывает, и здесь указано как раз в моем сборнике. Очень интересный сборник, по возможности ознакомьтесь. Следующий момент, значит, авторская программа под названием «Физическое загрязнение окружающей среды» для учащихся 10-11 класса общеобразовательной школы. Это моя авторская программа, 34 часа. Дело в том, что сейчас факультативы у нас не разрешены, вернее, не проводятся в наших школах. И я как детали, как элементы могла применять на своих уроках. Работает очень интересно, тема актуальна. Ознакомьтесь и по возможности можете использовать на своих уроках. Это 10-11 классы. Физическое загрязнение окружающей среды. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться, Садиярова Марина Анчова, учитель английского языка коммунально-государственного учреждения общеобразовательной школы имени Максима Горького. Я являюсь учителем английского языка, и стаж работы 33 года. В этом году я подтверждаю категорию педагога-исследователя. Я хочу показать вам свои работы. Это ППО. ППО на тему развития функциональной читательской грамотности на уроках английского языка. Моя задача – пробудить интерес детей к учебной, творческой, проектной и научно-исследовательской работе. Одним из видов функциональной грамотности является читательская грамотность. Это для начальной школы. Для начальной школы здесь представлены виды работы. Это активные виды работы, это, значит, чтение и анализирование текста, и работа с тонкими и вопросами, и закрытыми вопросами. В общем, все, что детям интересно на развитие их интеллекта. Еще мне хотелось бы представить вам свою авторскую работу. Авторская работа на тему развития речевых навыков, значит, с помощью современных обучающих стратегий в обучении английскому языку. В обучении английскому языку.
Это авторская работа, в которой включено планирование, 34 урока, она одобрена на педагогическом совете и методическом совете, она представлена для работы тоже с начальной школой. В этой авторской работе представлены всевозможные интересные и познавательные варианты работы, чтобы было интересно на уроках, а самое главное – развивать речевые навыки. Спасибо большое за внимание. Как через 10 минут? Не надо больше планировать. А что вы камеру выключили? Я ничего не видно было. Этот, как его? Мы можем кого-то из учителей поставить? Выключена камера. Была запись или нет? Почему вы так громко разговариваете? Там вас слышно даже вообще. Да попробовать этот, поставить этот, как его? Демонстрация. Вот Вот это? да. Ничего себе, как. Не разговаривайте, пожалуйста. Как? Вот это, да? Да. ППУ. Подвиться. А что ППУ, авторская работа. авторская не загрузилась? Авторская. Что ж ли? Они не знают, поэтому давай второй не знаю. Чимкент, вам видно? Айгуля, работу видно? Видно, давай. Уважаемые коллеги, я не совсем поняла, вы меня услышали, увидели, поэтому немножко повторюсь. Это обобщение передового педагогического опыта на тему развития читательской грамотности на уроках английского языка. Автор я, Садьярова Марина Анчева, должность моя учитель английского языка, категория педагог-исследователь. В этой работе показана направленность на начальные классы, изучение и, значит, подача опыта с помощью использования функциональной грамотности, и одним из таких компетентных направлений будет читательская грамотность. В работе собран опыт работы в течение 20 лет. Здесь представлены интересные идеи, можно применять на своих уроках и ознакомиться. Спасибо большое за внимание. Авторскую работу я до этого уже показывала вам. Развитие речевой компетентности с помощью современных обучающих стратегий. Вот эта работа. Ну, почему у нас камеры нет? Нас видно? Айгуль, нас видно? Нет, не видно. То видно, то не слышно. Тебя точно слышно. Нет, почему камера? Она же включена? Начать. А вот это. Сейчас только было все работало. А вот сейчас работает камера? Она включена. Но видите, здесь вот она. Идет запись этой конференции. Давайте следующий раз запись идет. Спасибо, Марина Анчевна. Следующий, давайте хотя бы записывай это. Ну, голос это не важно. Надо видео, чтобы было. Кто записывает вас хотя бы с телефона? Құрметті әріптестер, Түркістан облысы Шардара ауданы Шардара қаласының Максим Горький атындағы жалпы білім беру мекемесінің химия биология мұғалімі Ислам Ахметова, педагог зерттеушіні растау, менің авторлық бағдарламам жаратылыстану бағытындағы химия сабағында пайдалану. Бағдарламаның Бағдарламаның мақсаты жаратылыстану бағытындағы пәнаралық байланысы химия сабағында тиімді пайдалану арқылы оқушылардың ғылыми танымын кеңейту, зерттеу қабілеттерін дамыту және алған білімдерін өмірде қолдана білуге үйрету. Бұл бағдарламаның бірінші бөлімінде 12 сағаттан тұрады.
негіздер және пиза форматындағы тапсырмалар қамтиды. Бұл бөлімде химиялық негізгі заңдар, ұғымдар қарастырылады. Сонымен қатар оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға арналған пиза форматындағы сұрақтар талданады. Екінші бөлім 12 сағат қамтиды. Химиялық қолданбалы аспектілері. Бұл бөлімде химиялық білімнің күнделікті өмірдегі қолдануы қарастырылады. Және үшінші бөлім 10 сағатты қамтиды. Бұл жерде пиза форматындағы практикалық есептер және зертханалық жұмыстар. Бұл бөлімде оқушылар пиза стиліндегі зерттеу жұмыстары мен практикалық есептерді орындайды. Жалпы сонда 34 сағатты қамтиды. Және де менің педагогикалық тақырып бойынша педагогикалық тәжірибені жалпылау бойынша тақырыбым биология және химия сабақтарында білім алушылардың жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыру және дамыту. Бұл тақырыпта қазіргі мұғалімнің алдында әртүрлі мақсаттар тұр. Функционалдық сауаттылыққа қатысты қасиеттерді дамыту, материалды механикалық жаттауға жүргізбей, өз шешімдерімен ойлауға, негіздеуге үйрету. Бұл жаратылыстану сауаттылық адамның ғылыми білімді қоршаған әлемді түсінуге, шешімдер қабылдауға және қоғамдық өмірге қатысу үшін пайдалану өте қажетті жағдай болады. Бұл тәжірибенің теориялық негізі жаратылыстану. Как его? Они сказали сначала на вас посмотрим, потом будем знать. Ну когда будет? Деловые, да, все учителя последний раз дождались. Так, тишина. Везёнчик. Откуда у вас гараж? Демонстрацию надо, включайте. Что-то мне даже айгуль лицо знакомое. Если не сначала, А где она? не прячь. А. Разрабатывать. Я свет пал. Я тут и- Презентация вашей. Презентация шпаятын виза. А вот жасай бізге презентацияға доступ беріңіздер деп. Клееваны учителя. Болмаса жай ребятушку. Не, все. Наши все разбежались. Давайте демонстрацию да, для чего я Демонстрация дегенді басып көрсете берсеңіздерші, демонстрация дегенді бас. Тұрғаны демонстрация деген ортада. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Түркістан облысы Шардара ауданы Максим Горький атындағы жалпы орта мектебінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі Алимбекова Жанар Көшербайқызы. Педагог зерттеуші. Педагог зерттеуші. Педагог 24 жыл бастап жатырмын зерттеушіні. Мен авторлық бағдарламамның тақырыбы көркем еңбек сабағында жасанды интеллект және STEAM оқыту технологиясын пайдаланудағы практикалық және теориялық мысалдар. Біздің ғасырдың маңызды қарқынмен айырмашылығы жылдам қарқынмен дамып келе жатқан цифрлық технологиялар. 21 ғасыр білім беру жүйесінде STEAM оқыту, жасанды интеллект ерекше орын алуда. Әсіресе оқушыларды ғылым мен техника салаларына қызықтыру қажеттілігі артып келеді. Көркем STEAM оқытуын интеграциялау, жасанды интеллект қолдану арқылы оқушылар шығармашылық инновацияны, техникалық және логикалық ойлауды үйренеді. Бағдарламаның мақсаты көркем еңбек сабағындағы STEAM әдістері мен жасанды интеллектін қолданып, оқушылардың шығармашылық, техникалық және аналитикалық сөйлеуін ойлауын дамыту. Міндеттері STEAM оқыту негіздерін үйрету, жасанды интеллект түсіндіру және қолдану, шығармашылық логикалық дамыту.
Бағдарлама төмендегі мынандай бөлімдерден тұрады. STEAM және жасанды интеллект туралы негізгі түсініктер болады. Жасанды интеллект көмегімен сурет салу, презентация жасау, ертегілер жазу, дизайн, практикалық демонстрация, мультфильмдер шығару болады. Көркемдік сабағында STEAM оқыту және жасанды интеллектін пайдалану практикалық тапсырмалар беріледі. Төртінші бөлімде шығармашылық жобалар каталогы беріледі. Бұған бірнеше тақырыптар болады. Менің арманымдағы бөлме, диджитал шоу, фэшн технология, экологиялық дизайн, тоқыма технологиялары, жасыл идеялар қаласы, гидроэнергияны өңдеу, сандық журнал, мұражайларға виртуалды саяхат, 360 градус сияқты тақырыптар беріледі. Сол тақырыптар арқылы оқушыларды мынау сабағымызға қызықтырып, көптеген шығармашылық жобаларды өздері қорғап шығарды. Назарларыңызға рахмет. Түркістан облысы Шардара ауданы Шардара қаласы Максим Горький атындағы жалпы орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі, зерттеуші Санат Растайым. Авторлық бағдарламаның тақырыбы әлемдік мұражайлар, өркениеттер тарихы. Бұл бағдарламаның мақсаты әлемдік мұражайлар жөнінде толық мағлұмат беру, мұражайларға виртуалды саяхат жасап, коллекциялармен таныстыру, сонымен қатар еліміздегі мұражайлардың тарихын зерттеу. Ал міндеттері әлемдегі ең ірі ерекше мұражайлар жайлы жаңа мағлұматтар беру және алған білімдерін тереңдету. Күтілетін нәтиже оқушылардың лидерлік қабілетін дамытады, пікір алмасу қабілетін арттырады, отан сүйгіштікке сүйенген ұрпақ еліміздегі құндылықтарды қадірлей біледі. Бұл авторлық бағдарлама 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі әлемдегі ең ірі мұражайлардың қалыптасу тарихына 8 сағат берілген. Ал келесі екінші бөлімі батыс елдеріндегі мұражайлар мен өркениеттерінің құндылықтарына 8 сағат берілген. Үшінші бөлім Азия мен Орта Азия мұражайларының тарихына 10 сағат беріледі. Төртінші бөлім Қазақстан Республикасының мұражайлары. Жалпылама бұл авторлық бағдарлама дәл қазіргі таңда бұған сағат бөлінбегенімен, оның кейбір элементтерін, зерттеулерін осы сабақтарда қолданып жүрміз. Ал енді озық тәжірибемді тарқату тарих сабағында тұлғаға бағытталған оқыту деп аталады. Әртүрлі әдістемелік тәсілдер арқылы баланың қызығушылығын арттыруға бағытталған. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Романова Лариса Юрьевна, учитель математики общеобразовательной школы имени Максима Горького, города Шардара, Туркестанской области. Тема моего педагогического опыта – это личностно-ориентированное обучение на уроках математики как важнейший фактор повышения качества знаний и эффективности образовательного процесса. Цель опыта – рассмотреть применение личностно-ориентированного обучения на уроках математики в 9 классе. Под личностно-ориентированным мы понимаем обучение, которое реализуется посредством совместной деятельности, предполагающей своим внутренним содержанием сотрудничество, саморазвитие субъектов процесса, проявление их личностных функций. Данный опыт может быть использован учителями-предметниками, заинтересованными в повышении мотивации преподаваемому предмету и оказании помощи слабоуспевающим детям. Так, следующее – это моя авторская программа. Авторская программа на тему «Математика в жизни» для учащихся 10 классов общеобразовательной школы. Цель программы – повысить мотивацию учащихся к изучению математики через демонстрацию ее практического применения в различных сферах жизни. Программа включает в себя теоретический материал и практические задания, направленные на изучение следующих тем, как математика в быту, математика в природе и окружающем мире, математика и технологии, математика и профессии. Данная программа способствует формированию учащихся не только глубоких математических знаний, но и ключевых компетенций, необходимых для успешной жизни в современном обществе. Спасибо за внимание. Какое внимание? Вас не слышно там, только видно. Они в чат пишут, вас не слышно, вас не слышно.
Естілік тұр, енді естілмей қалды. Сіздер өшіріп қойдыңыздар ма микрофонды? Ана, доступ берсеңіз болды. Здравствуйте, дорогие коллеги. Хочу предоставить вам работу по обобщению. Я Мамунов Амангельды Махмудович, учитель физической культуры, Туркестанская область, город Шардара. Так, педагог-исследователь, стаж работы 32 года. Тема моего обобщения педагогического года — дифференцированный подход к обучению, индивидуализация учебного процесса для детей с разным уровнем подготовки. Так, в этой работе я постарался составить теоретическое описание индивидуального подхода способом дифференциации учебного процесса, описать свой опыт по применению индивидуального подхода к обучающимся на уроках физической культуры с физической подготовленностью и состоянием здоровья участия. Новизна моей работы заключается в ее актуальности и постоянном развитии в области педагогики, физической культуры, реализации дифференцированного и культурного образования на уроках физкультуры, использование вариологических приемов для мотивации обучающихся здоровому образу жизни. Так, актуальность данного опыта обусловлена несколькими важными факторами, такими как индивидуальность каждого ребенка, разнообразие классов, повышенные требования к физической подготовленности, профилактике заболеваний и развитие личности. Так, спасибо за внимание. Следующее, хочу предоставить вам авторскую работу по теме физкультура для укрепления осанки и профилактики нарушений участия 9 классов общеобразовательной школы. Авторская программа физкультура для укрепления осанки и профилактики нарушений для 9 классов общеобразовательной школы. Она состоит из программы, составленная на 34 часа годовых, состоит из 5 разделов. Первый раздел — это введение анатомии и физиологии осанки. Второе — упражнение для укрепления осанки. Отведено 10 часов. Третье — это профилактика нарушения осанки в повседневной жизни. 8 часов отведено. И четвертое — практические занятия по исправлению осанки. Тоже отведено 8 часов. И пятое, последнее — оценка состояния здоровья для закрепления навыков. Отведено 4 часа. Так, в этой авторской программе основное внимание уделено на защиту здоровья, гигиену здоровья для учащихся 9 классов. Спасибо за внимание. Саламатсыздар. Добрый день, коллеги. Я учитель физической культуры, Стрельцов Виталий Геннадьевич, Туркестанской области, город Шардара, общеобразовательной школы, стаж мой 24 года. Так, хочу вам предоставить свою авторскую работу «Физическая культура и спорт в разных культурах». Включает в себя теоретические и практические занятия. В чем же актуальность моей авторской работы? Современный мир характеризуется глобализацией и мультикультурностью. Знакомство с физической культурой и спортом в разных народах способствует расширению кругозора. Новизна моей авторской программы заключается в междисциплинарном подходе, сочетающем элементы физической культуры. Цель моей программы направлена на формирование учащихся в основном среднего звена, это 5-6 классы, в физической культуре и спорте как неотъемлемой части культуры разных народов. Какие же основные задачи об авторской работе моей? Поставлены 5 задач. Это познакомить, развить, сформировать и развитие двигательных навыков. Моя работа делится на 6 разделов. Это
введение в мир физической культуры, история развития физической культуры, национальные виды спорта, физическая культура регионов и стран мира, и физическая культура, и Олимпийские игры, и практические занятия. Так, в программе используются разнообразные методы обучения. Это 4 метода обучения: словесный, наглядный, практический, игровой. Также были применены формы организации учебной деятельности. Это фронтальная, групповая работа и индивидуальная работа. Все, спасибо за внимание. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Никонорова Елена Владимировна. Я учитель истории в Высшей школе имени Максима Горького. Стаж работы 20 лет. Хочу предоставить вам свою авторскую работу на тему «История мировых музеев для учащихся 8-9 классов общеобразовательной школы». Целью курса является развивать умение у школьников интерес к музеям, научить их ценить культурные и исторические ценности, а также понять, как музеи влияют на образование, науку и культуру в разных странах. Задачами курса являются ознакомить учащихся с историей мировых музеев от древности до современности, изучить особенности музейных коллекций, их значимость, развивать навыки исследования, воспитывать уважение к культурному наследию и развивать интерес к музею. Программа рассчитана на 34 часа. Сам курс состоит из 8 основных разделов. Это введение в мир музеев, древний музей развития, развитие эпохи Ренессанса, музей 19 века, музей как культурное учреждение сегодня, экскурсии, практическая работа и заключение. Ожидаемыми результатами курса являются это учащиеся будут знать историю возникновения и развития мировых музеев, уметь анализировать музейные коллекции, различать типы музеев и их особенности. Так. Курс способствует углубленному пониманию учащимся истории и культуры через призму музеев, что позволит развивать их исследовательские навыки и привить уважение к культурному наследию. Так. Тема моей обобщения передового педагогического опыта – это формирование предметных компетенций на уроках истории с помощью педагогических технологий. Целью является формирование предметных компетенций на уроках истории и заключается в развитии у школьников способности анализировать исторические процессы, делать выводы на основе изученного материала и осознавать значимость исторического опыта. В данном пособии описывается передовой педагогический опыт, раскрывающий объект, цели, задачи, новизну, актуальность проблемы и педагогическую идею передового опыта. Описывается продолжительность работы и условия работы по опыту, а также приводятся краткосрочные планы занятий. Спасибо за внимание. Саламатсыздар ма әріптестер. Әлімбекова Баян Құранбайқызы, Максим Горький атындағы жалпы орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі, педагогикалық өтілім 30 жыл. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы биофизика негіздері. Биофизика негіздері адам ағзасындағы құрылымы, қызметін зерттеуге арналған маңызды бөлімдердің бірі болып табылады. Бұл авторлық бағдарлама адам денсаулығын сақтау мен оның жүйелерін тиімді басқару үшін қажетті білімдерді береді. Қазіргі заманда қоғамда биофизика негіздерін түсіндіру, медицина, спорт, дене тәрбиесі, психология және басқа да салалардың көптеген маңызды орын алып келеді. Бағдарлама жасөспірімдерге денсаулықтарын сақтауға, ағзасын түрлі процестерді түсінуге көмектеседі. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі бағдарлама негізде физиология саласындағы заманауи зерттеулер мен жаңалықтарға сүйеніп отырып жасалған. Жұмыс барысында ғылыми мақалалар, зерттеулер, медициналық оқу құралдары және оқу бағдарламалары қолданылды. Сонымен қатар бағдарламада түрлі әдістемелік тәсілдер, соның ішінде тәжірибелік сабақтар, зертханалық жұмыстар, интерактивті оқу әдістері мен жобалық жұмыстар қолданылды. Бағдарлама жаңа технологиялар мен әдістерді қолдана отырып, оқу процесін жаңартылды. Бағдарламаның биофизика негіздері пәнінің авторлық бағдарламаның негізгі мақсаты оқушыларға адам ағзасының құрылымы мен қызметі туралы терең білім беру арқылы физиологиялық процестерді түсінуге, денсаулығын сақтау жолдарын үйретуге бағытталған. Бағдарлама арқылы оқушылардың ғылыми ойлау қабілетін дамыту, өздігінен зерттеу жүргізу дағдыларын қалыптастыру, практикалық өмірде қолдануға қажетті білімдері мен дағдыларын меңгеруге көзделген.
Бағдарлама 34 сағатқа негізделген. 34 сағаттың ішінде тақырыптарына келіп тоқталатын болсақ, биофизика бөлімінің мақсаты, физикалық және химиялық заңдылықтардың тірі организмдердегі рөлі, жылу алмасу түрлері, термодинамика түрлері, диффузия, беттік келу және жасуша мембраналардың қасиеттері, электролиттік ерітінділердің қасиеттері, электр құрылыстардың жасушалардың маңыздылығы, жарық және оның биологиялық жүйесі деген тақырыптар қолданылған. Бұл тақырып арқылы оқушылар бірнеше пәндермен байланысады: математика, химия, биология, география пәндері. Рахмет назарларыңызға. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Құлымбетова Бақтыгүл Бегімбетқызы, Түркістан облысы Шардара қаласы Максим Горький атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Пед өтілім 24 жыл, санатым педагог зерттеуші санатын растаймын. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақ халқының ұлттық құндылықтары. Жылына 34 сағат, аптасына 1 сағат. Қазақ халқының ұлттық құндылықтары курсы жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына арналған және қазақ тілі мен әдебиеті бағдарламасының бір бөлігі болып табылады. Курс оқушыларды дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды, символизмді, рухани құндылықтарды және олардың қазіргі өмірдегі маңыздылығын қоса алғанда қазақ халқының негізгі ұлттық құндылықтарымен таныстырады. Менің озық педагогикалық тәжірибемнің тақырыбы қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың ынтасын арттыру. Оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарына деген ынтасын арттыру бірнеше себептер бойынша аса маңызды болып табылады. Бірінші, ұлттық мәдениетті сақтау және дамыту. Ана тілі мен әдебиетін зерттеу халықтың мәдени мұрасын сақтауға ықпал етеді. Оқушыларды ұлттық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырады. Коммуникативтік дағдыларды дамыту, ана тілін білу, тиімді қарым-қатынас жасауға, өз ойлары мен сезімдерін білдіруге, қоғамдық өмірге қатысуға мүмкіндік береді. Үшінші, танымдық қабілеттерін арттыру, тіл мен әдебиетті зерттеу, есте сақтау, ойлау, қиялдың дамуына ықпал етеді. Бұл басқа пәндер бойынша үлгерімге оң әсер етеді. Төртінші, болашақ кәсіби қызметке дайындық. Ана тілін меңгеру әртүрлі салаларда мансаптық өсу үшін кең мүмкіндіктер ашады. Бесінші, жеке өсу. Әдебиетті зерттеу оқушылардың рухани әлемін байтады. Олардың дүниетанымын қалыптастырады, эстетикалық талғамын дамытады. Оқушылардың қазақ тілі мен әдебиет сабақтарына деген ынтасын арттыру бұл жай ғана тілек емес, сапалы білім беру мен тұлғаның жан-жақты дамуын қамтамасыз ету қажеттілігі. Назарларыңызға рахмет. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Новинская Ольга Владимировна, учитель начальных классов, педагог-исследователь, стаж 38 лет. Хочу представить вам курс «Азбука здоровья», который предназначен для формирования у младших школьников основ здорового образа жизни, развития навыков заботы о своем физическом, эмоциональном, психическом здоровье. В рамках курса учащиеся познакомятся с важнейшими аспектами здоровья, такими как правильное питание, физическая активность, психологическое благополучие, безопасное поведение в быту и экологии. Цель курса – формирование у учащихся представления о здоровье как ценности и осознание важности поддерживания здоровья в разных его аспектах. Ознакомление с основами оказания первой помощи в разных жизненных ситуациях. Формирование у школьников экологической грамотности и осознания взаимосвязи экологии и здоровья. В структуру курса входит 6 разделов. Первый раздел – это основы здоровья, второй – строение функций человеческого организма, третий раздел – здоровый образ жизни, первая помощь, четвертый раздел, пятый – здоровье и окружающая среда, здоровье и эмоции. Задача этого курса – это познакомить учащихся с основными принципами здорового образа жизни, научить правильно питаться и выбирать полезные продукты, обучать элементарным навыкам оказания первой помощи в экстренных ситуациях, научить справляться с эмоциональными перезагрузками и стрессом, вовлечь учащихся в проектную деятельность по теме экологии и здоровья.
Что же мы ожидаем в результате изучения этого курса? Учащие будут осознавать важность здорового питания, регулярных физических упражнений и заботы о своем психоэмоциональном состоянии. Дети научатся правильно реагировать на экстренные ситуации, так как порезы, ожоги и другие виды, с помощью знаний при первой помощи. К концу курса приобретут базовые навыки, включая понимание важности чистоты окружающей среды для здоровья. Дети будут осведомлены о влиянии окружающих факторов, таких как шум, загрязнение воздуха и воды на здоровье. Школьники смогут применять полученные знания в повседневной жизни и делиться с окружающими. И тогда небольшие рассказы. Хочу также поделиться обобщением педагогического опыта. Это формирование математической грамотности учащихся начальной школы. Цель этого курса – изучить и опробировать материал, направленный на развитие математической грамотности младшего школьника. Вклад математики в развитие компонентов функциональной грамотности младшего школьника очень велик. Она влияет на информационную, читательскую, социальную, функциональную грамотность. Моя задача сегодня через содержание учебного материала, через построение урока найти то направление, которое приведет к достижению хорошего уровня функциональной математической грамотности. Обобщая работу по формированию математической грамотности у учащихся начальной школы, повысится познавательный интерес к предмету, учащиеся с интересом вовлекаться будут в работу, охватывать все больше объема материала. Развиваться творческие способности у учащихся будут, отмечаться повышение качества знаний. Развивается также умение самостоятельно решать возникающие проблемы, и на уроках формируется благоприятный психологический климат. Спасибо большое за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Коваленко Елена Николаевна. Я учитель начальных классов общеобразовательной школы имени Максима Горького, города Шардара, Туркестанской области. Стаж работы 29 лет, педагог-исследователь. Вашему вниманию хочу представить свою авторскую программу, которая называется «Здоровые привычки», и разработан этот курс для учащихся 2 класса. Основные цели его – формирование учащихся, представление о здоровом образе жизни, развитие навыков, способствующих поддержанию здоровья, воспитание у детей ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих. Данный курс состоит из 5 разделов. Первый – введение в понятие здоровья и его значения. Второй – основы правильного питания. Третий – важность физической активности. Четвертый – принципы личной гигиены. Пятый – опасности и безопасность в окружающей среде. К этому курсу разработаны КСП на 34 недели. По завершению курса учащиеся смогут не только осознавать важность здоровых привычек, но и применять их в повседневной жизни, планируя физическую активность и поддерживая личную гигиену. Это станет основой формирования ответственного и осознанного поколения, способного заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Также вашему вниманию хочу представить свою разработку ППО, цель работы которой сформировать у учащихся начальной школы способность осмысленно применять полученные знания и умения в повседневной жизни, развивая критическое мышление, самостоятельность и готовность к решению жизненных задач. Формировать практическое применение знаний из математики, чтения окружающего мира и других предметов. Развивать навыки критического мышления, анализа информации. Развивать коммуникативные навыки и умение выражать мнение. Формировать читательскую грамотность, понимать, интерпретировать, оценивать тексты. Воспитывать ответственное отношение к учебе и жизни. В своей работе по обобщению педагогического опыта, формированию функциональной грамотности младших школьников я делаю акцент на развитии читательской, математической, естественно-научной грамотности через игровые и практикоориентированные формы. На уроках активно использую учебные ситуации. Дети решают задачи, близкие к реальной жизни. Читают покупки в магазине, читают расписание, сравнивают данные из таблиц. Для развития читательской грамотности мы анализируем тексты разного типа,
Учимся находить информацию, делать выводы, обсуждать суть открытий прочитанного через дидактические игры, такие как лаборатория открытий, математический рынок. Дети не только усваивают материал, но и учатся применять знания на практике. Такой подход позволяет каждому ученику почувствовать смысл обучения и увидеть, как школьные знания помогают в жизни. Благодарю за внимание. Здравствуйте, дорогие коллеги. Шевчук Ирина Павловна. Представляю вам сегодня свою работу, авторскую программу «Познавательная экология для учащихся 2 класса». В младшем школьном возрасте экологическое воспитание проходит через ознакомление детей с окружающим миром, с объектами живой и неживой природы, а также с изучением взаимосвязи всего живого на планете. Созданная мною программа «Познавательная экология» направлена на воспитание экологической культуры детей младшего школьного возраста. Она носит комплексный характер, включает в себя исследовательскую, творческую, познавательную и практическую деятельность. Задачи курса – формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе, знакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных и человека, воспитывать учащихся ответственное отношение к окружающей среде, формировать умение и желание активно беречь и защищать природу, развивать эмоционально доброжелательное отношение к природе. Такие же формы работы могут быть задействованы на занятиях. Это такие формы работы, как беседы, диалог, конкурсы плакатов, листовок, рисунок, презентации, познавательные, интеллектуальные игры, викторины, экологические проекты, акции, экскурсии. Что включает в себя программа? Введение, пояснительная записка, содержание программы, календарно-тематическое планирование и краткосрочное планирование на год. Реализация данной программы осуществлялась непосредственно как на уроках, как элементы уроков, так и на внеклассных мероприятиях, классных часах, а также может служить основой для проведения факультатива. На занятиях могут быть применены такие формы работы, как работа в группах по классификации животных, определение лишнего животного, установление соответствия времен года и сезонных признаков. В игровой форме дети устанавливают явления, способные нанести вред природе, изучают взаимосвязь человека, животных и растения. Обсуждали тему, откуда берется и куда исчезает мусор. Также программа предусматривает и практические занятия. Например, посещение городского историко-краеведческого музея. Программа предусматривает и, уход за комнатными растениями, подкормка птиц в зимний период, изготовление кормушек и так далее. Коротко хотелось бы еще вам представить свою работу по обобщению опыта, способы реализации личностно-ориентированного подхода в начальной школе. Цель моей работы – создание условий для полноценного проживания детства через организацию адаптивной среды обучения. Актуальность моего опыта состоит в необходимости применения дифференцированного подхода к обучающимся, что позволяет каждому обучающемуся работать в своем темпе, дает возможность справляться с учебной нагрузкой, с программой. Спасибо за внимание, коллеги. Қайырлы күн әріптестер. Максим Горький атындағы жалпы мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Қалышева Ләззат Кетебаевна. Менің озық тәжірибе жинағымның тақырыбы оқушылардың білім сапасын арттыру шарты ретінде ағылшын тілі сабақтарында оқу сауаттылығын қалыптастыру және дамыту. Мұнда педагогикалық тәжірибе тақырыбының жаңалығы мұндағы сауаттылықты заманауи түсінуден тұрады. Дәстүрлі оқу және жазу дағдыларын ғана емес, олармен қоса сауаттылықты да дамыту оқушыларға міндеттейді. Сонымен қатар әртүрлі мәтіндік және визуалды формалармен жұмыс істеу, математикалық құралдарды пайдалану, шешімдерді дәлелдеу, деректермен жұмыс істеу және бағдарлама қабілетін қамтиды.
оқу сауаттылығының функционалды негіз болып табылатын, ол оның жоғары деңгейі, оқушыларға функционалдық ақпараттарды ағылшын тілінде дұрыс беру және оларды өмірде қолдана білуге үйретеді. Ағылшын тілі сабағында оқу сауаттылығын дамыту бойынша осы озық тәжірибе жинағын 10-11 сыныптарға арналған. Одан кейінгі авторлық бағдарламаның тақырыбы саяхат және алмасу үшін ағылшын тілін пайдалану 10-11 сыныптарға арналады. Бұл бағдарламаның басты мақсаты шығармашылық пен мәдениетті құзыреттілікті және ағылшын тілін өмірде пайдалана білуді негіздейді. Халықаралық бағдарламаға оқушылар мектеп жасынан бастап дайын болуына қамтиды. Мұнда жыл бойына 34 сағат бекітілген, 34 сағатқа арналған бағдарлама бар. Және бұл бағдарламаның негізгі мақсаты 10-11 сынып оқушыларын ағылшын тілі сабағында саяхатпен және мәдени алмасу арқылы қалыптасудың әртүрлі жағдайларын тиімді қолдану және өмірде қалыптаста білуге негізделген. Бұл мақсатта жету үшін мынадай міндеттер қабылданады. Аудирование, сөйлеу, оқу, жазу дағдылары барлығы қамтылады. Және жылына 34 сағатпен қамтылып, осы функционалдық сауаттылықтарын көтереді. Назарларыңызға рахмет. Добрый день, коллеги. Меня зовут Сагатюк Карна Викторовна, учитель начальных классов школы Горького города Шардара. Хочу представить вашему вниманию авторскую программу «Основы экологии для учащихся 4 класса». Цель моей программы – воспитание экологической культуры и ответственности у учащихся, развивать познавательный интерес к природе и ее охране. Программа формирует у учащихся элементарное представление о живой и неживой природе, вырабатывает практические навыки бережного отношения к природе. Программа включает в себя календарно-тематическое планирование и поурочные планы на весь год. Элементы программы были опробированы в течение учебного года на уроках познания мира и естествознания, получили положительные отзывы от коллег и родителей учеников. Также хочу представить вашему вниманию обобщение педагогического опыта. Деятельный подход в обучении как фактор развития личности младшего школьника. Цель опыта – определить возможности использования деятельного метода на уроках в начальной школе, повысить уровень образования младших школьников. Также акцентрирует внимание на активном участии детей в образовательном процессе. Этот подход способствует формированию самостоятельности, критического мышления и творческих способностей учеников, способствует всестороннему развитию личности младшего школьника, подготавливая его к будущим вызовам. Спасибо за внимание. Спасибо большое, коллеги, что вы нас выслушали. Теперь мы послушаем вас. Айта салу керек. Қазір қайта басынан ашамыз конференцияны. Мына уақыты бітіп қалды да, қазір басынан жібереміз ссылка сіздерге. Естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп ма сіздерге? Жаңадан жібереміз қазір ссылка. Мен басынан ашамын ғой қазір конференцияны.